Екінші дәріс – дизайн түсінігі. Дизайн – бұл белгілі бір мақсатқа жету үшін жасалатын көркемділік, техникалық және функционалдық шешімдердің үйлесімі. Басқаша айтқанда, дизайн бір заттың сыртқы келбетін ғана емес, оның қолайлылығы мен тиімділігін де қамтитын шығармашылық үдеріс. Дизайнның негізгі мақсаты – эстетикалық тартымдылық, қолдануға ыңғайлылық, мағына мен идеяны жеткізу. Дизайн түрлері – графикалық дизайн, плакат, логотип, жарнама, интерьер дизайны, өнім дизайны, модельдік дизайн, веб-дизайн және де тағы да басқалары жатады. Дизайн сөзі ағылшын тіліндегі дизайнинг сөзінен шыққан. Ол жобалау, жоспарлау, сызба жасау деген мағыналарды білдіреді. Ал латынша dizaying белгілеу, нысаналау деген мағыналарды білдіреді. Дизайнның негізгі қызметтері – эстетикалық әдемілік пен үйлесімділікті қамтамасыз ету, функционалдық қолайлы әрі қолданылуға ыңғайлы ету, коммуникативтік белгілі бір идеяны ақпаратты жеткізу, инновациялық жаңашыл шешімдерді ұсыну.